Жас ұлғайған сайын ағзада физиологиялық және метаболикалық өзгерістер болады. Бұлшықет массасы азаяды, сүйек тығыздығы төмендейді, ас қорытудың тиімділігі өзгереді. Сондай-ақ жүрек қан тамырлары мен қант диабеті сияқты созылмалы аурулар қаупі артады. Сондықтан 50 жастан асқан адамдарға арналған тамақтану стратегиясы жас адамға қарағанда өзгеше болуы керек. Негізгі қағидалар: бірінші, калорияны бақылау, қоректік тығыздыққа басымдық беру. Жас ұлғайған сайын энергия қажеттілігі төмендейді, өйткені метаболизм бәсеңдейді. Бірақ бұлшықет әрі жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды қоректік заттарға сұраныс сақталады, немесе өседі. Сондықтан тамақ едәуір қоректік тығыздығы жоғары болуы тиіс. Көп витамин, минерал, ақуыз және пайдалы майлар қажет. Қоректік заттар: ақуыз. Ақуыз бұлшықеттердің сақталуы мен иммундық жүйесінің нығаюы үшін маңызды. 50 жастан асқан адамдарда ақуызға деген қажеттілік жоғарылайды. Тағамдардың сапалы ақуыз көздері: балық, жұмыртқа, сүт өнімдері, күріш, бұршақтар. Ескерту: дұрыс мөлшерден артық ақуыз қабылдау жүрек қан тамырларына әсер етуі мүмкін. Сондықтан нақтылы өлшемде диетологпен талқылау ұсынылады. Көкөністер мен жемістер. Көкөністерде витаминдер, минералдар, талшық көп. Асжапырақ, брокколи, калий секілді көкөністер көз, жүрек, қан тамырларына пайдалы. Талшық ішек жұмысын жақсартады, қант деңгейін тұрақтандырады. Бүкіл дәнді дақылдар, көкөністер мен бұршақтар талшыққа бай. Кальций және Д дәрумені. Сүйектің беріктігі мен иммундық жүйені қолдауға қажет. Жас ұлғайған сайын Д дәруменін сіңіру қиындайды. Оны күн сәулесімен тағамнан, майлы балық, сүт өнімдерін алу маңызды. Омега-3 майқышқылдары жүрек пен мидың жұмыс істеуіне ықпал етеді. Майлы балықтар немесе зығыр тұқымы жаңғақтардан алынатын майлар пайдалы. Күндік рацион. Тағам үлгілеріне мысал келтірейін. Ақуызға бай балық, тауық еті, бұршақ, жұмыртқа болса, талшыққа бай бұршақ, жасымық, қара бидай наны. Ал көкөністерден брокколи мен көк жапырақтар пайдалы. Майлар: зәйтүн майы, жаңғақ майлары. Сүт өнімдеріне йогурт, ірімшік, айран пайдаланған ағзамызға өте пайдалы. Қате әдеттерден бас тарту. Қантты көп тұтыну қант диабеті мен семіздікке әкеледі. Әсіресе шай, кофеге қант қосып ішу кең таралған. Өңделген тағамдар мен артық тұз да жүрек аурулар қаупін арттырады. Клиникалық жағдайлар мен тамақтану. Жас ұлғайған сайын төмендегі аурулар қаупі артады. Артериялық гипертензия, жүрек ақаулары, қант диабеті сияқты инфекциялық емес аурулардың таралуы. Осы жағдайларда тамақтану дұрыс жоспарланған болса, аурудың дамуы әлдеқайда баяулайды, немесе алды алынады. Клиникалық зерттеулерден маңызды тұжырымдар. Орта жастан бастап, яғни 40-50 жаста дұрыс тамақтану ұзақ мерзімді денсаулық пен аурудан азат қартаюға ықпал етеді. Микронутриенттердің жеткілікті қабылданбауы, қоректік заттар тапшылығы егде жастағы адамдарда әлсіздік пен инфекцияларға бейімділікті арттырады. Қорытынды: дұрыс тамақтану 50 жастан асқан адамдар үшін негізгі денсаулық факторларының бірі. Баланс, қоректік тығыздық және де созылмалы аурулар қаупін төндіретін тағамдарды таңдау ең маңызды зор. Теңгерімді рацион адам өмірінің сапасын арттырып, ұзақ және белсенді өмір сүруге мүмкіндік береді.